миға шабуыл, яғни өткен сабақты еске түсіру үшін бір-бірімізге сұрақ жауап алмасамыз. Ол оқушылар өзара өздерінің араларында болады. Келесі біз кинолента әдісі бойынша композициялық талдау жүргіземіз. Поэмада не айтылады? Отыра ғой. Ал поэмасының алғашқы бөлімдерінде қалай басталады екен? Қандай түс көреді сонда? Иә, кинолента қарағы таратылатын болады. Біз бұл туралы білеміз ғой. Шығарманың қалай басталды, қалай дамыды, қалай шиеленісті, қалай шарықтады. Және оқиғаның шешіп тапсырмалар. Екі болып отырдық па? Осылай өз жұмыспен орындаймыз. Дұрыс айтасың ба? Не екен? Ол түсіріп қойды. Оны айтып қойды. Одан соң бар ары қарай не болатын еді? Келесі шиеленісті не жаздық? Махамбет өмірінен қоштасатынын түсіну. Өз жұмыспен бірігіп жасайтын боламыз. Одан сыяларын айтқанда әкесі қатты ызаланады. Әкесі баласына қатты ызаланады. Осыдан кейін әкесі баласының шыққа апарып, мен сені осыдан қалып кетсем деп баласына. Бұл әкесінің баласына несі болады ме? Иран Сұлтанның есімі кім? Баймағамбет, Сүлеймен, Исатай, Абылай. Баймағамбет. Райсындар дұрыс. Келесі Кәусар. Тұрамыз. Екеуге деген тұрамыз. Қай жәшік таңдаймыз? Тестетеміз, бестік болады. Диалогқа жатады ма? Біз өткен сабақта айттық Мағамбет қызы. Бірінші жәшік бізге. Мағамбет бейнесі жасау тәсіліне қарай қандай образ? Трагедиялық. Тұрат беретін боламын, яғни бұл почта жәшігіне салынатын хат. Осы хатқа өзіміздің ойымызды, сабақтан алған әсерімізді барлығымыз бітіріп, мынау тұрған почта жәшігіне келіп саламыз. Күшті ғой, ә? Бір хат үйден алама? Бұл енді ағаш секен шеке. Басына өздеріңіздің аты жөніңізді жазамыз.